Бәріңізге сәлем. Осы жылдың хит пирогтарының бірі тары қосылған пирогты дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тарымызды жуып аламыз 2 рет. Содан кейін үстіне ыстық сүт құйып, бір араластырып, қамырымызды дайындап болғанша қойып қоятын боламыз. Бізге бөлме температурасында жұмсақ сары май қажет болады. Менде 72% май, үстіне қант қосып, жұмыртқамызды жарып саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Алдын ала өлшеп дайындап қойған ұнымызды ситадан өткізіп салатын боламыз. Үстіне 1 шай қасық разрыхителімізді қосамыз. Басында біздің қамырымыз кішкене қолға жабысатын болады. Сол үшін алдымен қасықтың немесе күрешенің көмегімен осылай араластырып аламыз. Қоюланғаннан кейін қолымызбен қамырымызды жинайтын боламыз. Бізге қолға жабыспайтын, өте әдемі қамыр шығатын болады. Соған дейін қамырымызды дәл осылай жинаймыз. Өте оңай пирогтардың бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, біздің начинкамыз дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Бұл пирогтың салмасына бізге қаймақ қажет болады және жұмыртқа қажет болады. Қаймақтың үстіне 2 дана жұмыртқамызды жарып саламыз. Алдын ала қосатын құрамдарымызды өлшеп қоямыз. Келесі кезекте қантымызды қосамыз. Біздің салмамыздың формасын ұстау үшін, яғни қату үшін 2 ас қасық бізге кукурузный крахмал қажет болады. Үстіне салып, венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Дәл осы құраммен біздің тары қосылған пирогымыз өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Жеген кезде тарының дәмі аузыңыздан кетпейді. Араластырып болғаннан кейін үстіне жаңа бүктіріп қойған тарымызды қосатын боламыз. Кішкене сүті болса, бөлек алып тастасаңыздар болады. Тарын қосқаннан кейін венчиктің көмегімен тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осы кезде біз пешімізді қыздырып қою қажетпіз. Енді 24 диаметрлік формамызға қамырымызды жая бастаймыз. Менде осындай форма, сіздерде басқа форма түрі болса, астына пергамент қағазын жаюды ұмытпаңыздар. Дәл осылай жандарына бортиктерді шығарамыз. Кішкенде биіктеу болған жақсы. Біздің начинкамыз сыртына шығып кетпеу үшін бортигін шығарамыз осылай. Жайған кезде қамырымызды астыңғы жағы жұқа болмау керек, себебі қазір піскен кезде начинкамен астындағы қамыры бірдей көлемде болып тұру керек. Начинкамызға барынша 20-25% қаймақты қолданғанымыз дұрыс. Өз формасын ұстап тұруға да әрі дәмі жағынан да әсер етеді. Көтеріліп кетпеу үшін қамырымызды шанышқының көмегімен осылай тесіп шығатын боламыз. Дайын тұрған начинкамызды үстіне құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Бұл пирогымыздың аты тары қосылған сметаник. Пісіп болғаннан кейін қыздар міндетті түрде суытып, холодильникке 2 сағатқа 3 сағатқа қойып алыңыздар, себебі өз формасын жақсы ұстайтын болады. Мен бұл жерде кішкене асық ұстау кестім. Жасаған пирогымыз сізге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын бассаңыздар, әрбір салған рецептін сізге бірінші болып барып тұратын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.